Саламатсыздар ма достар? Мен бүгін сіздерге үй жағдайында клубника шоколады жасап көрсетемін. Қазір клубниканың сезоны, клубниканы да шоколадты да жақсы көрмейтін адам кемде кем. Достар, егер де мені каналыма жазылмасаңыздар, жазылып, қасындағы колокольчикті басып қойсаңыздар, менің видеомды жіберіп алмай біріншілердің қатарында көресіздер. Бірінші клубниканы мен жудым, одан кейін салфеткамен сүртіп, морозилкаға 5 минуттай ұстап алдым. Одан кейін көргендеріңізде шпажкаға клубниканы жапсырып алдым да бәрін қадап. Ал шоколадты менде молочный шоколад көргендеріңізде мен микроволновкада ерттім. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ертулеріңізге болады. Содан кейін шпажкамен шоколадтың үстіне салып шығамыз. Әрлеуге менде кокостың ұнтағы және өздеріңізде әртүрлі қалағандарыңмен әрлеулеріңізге болады. Көргендеріңізде клубника шоколады жасау оңай өте. Видеомен менімен болғандарыңызға рахмет, сіздермен болған үмітке.